Сіздерме көркем жазуды дәптерге жазып беруден шаршадыңыз ба? Немесе уақытыңызды үнемдегіңіз келеді ме? Олай болса, осы видеоны соңына дейін көріңіз. Өйткені осы видеода A4 форматта көркем жазуды қалай тез жазуға болатынын көрсететін боламын. Ал олай болса, Google-ға кіріп, онлайн генератор пропись для детей деп жазасыздар. Сол кезде сіздерге мына бірінші шыққандай осылай шығады, Нилс блок деп, осыны таңдайсыздар. Бұны басып кіргеннен кейін сіздерде осындай бет ашылады. Бұл жерде вид страницы дегенде көркем жазудың және мынау арба жол, мынау түзу жол шықты. Маған мына көркем жазудығы қажет. Мен осыны таңдаймын. Егер сізге торкөз қажет болса, төмендегі торкөзді таңдасаңыз болады. Ал шрифтта көркем жазу немесе печатный деп тұр. Осы екеуін біреуін таңдайсыз. Маған көркем жазу қажет. Сосын вид линия дейді. Бұл жерде үзік сызықтар, екінші сұр түсті, келесі қара түсті әріптер тұр. Маған осы қара түстісі қажет. Өйткені балалар жазуды дәптерге толығымен жанына көшіру керек. Ал оның төменінде книжная немесе альбомная деп тұр. Маған осы кітап түріндегісі қажет, осылай тұрады. Егер сіз жеке балаға шығарыңыз келсе, имя деген жерге баланың аты жөнін жазсаңыз болады. Немесе сыныптағы барлық оқушыға берсеңіз, ешқандай нәрсе жазудың қажеті жоқ. Төмен қарай түссек, жаңағы көркем жазу беретін тапсырманы осы жерге жазасыздар. Мысалыға, А дыбысын үлкені кішкентайы, Т дыбысы, Н дыбысы. Енді жазамыз сөздер. Ана, ата, нан деген сияқты. Сосын қажетті сөздерді жазып болғаннан кейін мынау тұрған қызыл түсті батырманы үстінен басамыз. Осы кезде жаңағы жазғанымыз жүктелу деп шығады, жүктейміз. Бізде Word түрінде осылай телефонымызға жүктеледі. Міне, көрдіңіздер ма? 1-2 минуттың ішінде көркем жазуды дайындап, балаларға бірдей етіп шығарып беріп тапсырма берсеңіз болады. Не қараңыздар, жаңағы жазған сөздеріміз осылай көркем жазу ретінде шықты. Жеке балаға берсеңіз, мына жерге жаңағы аты жөнін жазғанда осы жерге шығатын еді. Мен енді жалпы оқушыларға беретін болған кейін аты жөнін жазбадым. Міне 1-2 минуттың ішінде осылай көркем жазу дайындасаңыздар болады. Қандай әріп өтесіз, немесе қандай әріп жазудан балалар қиналып жатыр, сол әріптерді, сол сөздерді осылай тез арада 1-2 минутта жазып, дайын принтерден шығарып, тапсырмаларды берсеңіз болады. Сіздерге пайдалы ақпарат бердім деп ойлаймын. Егер каналға жазылмаған болсаңыздар, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Өйткені келесі видеоларды сіздер көре аласыздар.